8 қаңтар күні жолдасым Қаршыбеков Талғат үйден шығып кетті. Кешкі сағат 7-7:30 кезінде. Кейін ол қайтып оралған жоқ. Мен күттім, қайтып келмеді. Қайтып келмегеннен кейін ертесі күні қайныме звондадым. Қайным айтты, Талғат моргта жатқан екен деп естідім деп сөйтіп айтты. Сосын мен сенбедім, бірақ сосын оның қарындасы барып моргта екенін барып анығын біліп келді. Сол енді қайтыс болған екенін біліп келді. Бірақ та енді менің күйеуім ешқандай митингке де бармаған, ешқандай саяси ештеңеге араласпаған, саясатқа араласпаған, ешқандай бүлікке де араласпаған. Қанша жылдан бері біргеміз, мен ондай бүлігін көрген жоқпын. Жаман сөз айтқанын да көрген жоқпын. Қарапайым жұмысшы, өз жұмысын білетін еді. Тек қана өзінің жұмысын істеп жүрген. Үкімет тарапынан енді маған да жәрдем берілуін талап етемін мен. Мен балаларымды кім асырайды? Келешекте мен өзім екі қабаттың ниетім босанғаннан кейін мен өзі пәтерде тұрамын. Қазір менің 4 айым уже қарыз болып тұр менің. Мен қалай төлеймін оның бәрін? Маған қатты қиын жағдайда қалдым мен. Бірақ менің күйеуім бүлікші емес ешқандай. Ол постоянно зарөлем жүретін болғаннан кейін арақ та ішпейді. Ешқандай ондай жаман бүлікке қатысатын ондай несі жоқ оның. Мен күйеуімді 100% мен ақтай аламын өзім, білемін қандай екенін. Себепсіз енді атылып кетіп отыр. Мен күйеуім даладағы ит емес қой, балалары бар мінекей. Ертең бұлар сұрайды, күніге жылайды бұлар, папа деп. Мен папасын қақдан тауып берем, әр нәрсені айтады маған. Анау жейм, мынау жейм деп, өзім үйде отырмын жұмыссыз. Мен бұлардың заттарын әпермесем, папама звонда тауып бер деп жылайды маған. Маған қатты қиын жағдай болып тұр қазір. Мен кімге айтам, ешкімге айта алмаймын мен қазір.